Бүгін міне күллі түркі жұртына ортақ болған Наурыз жыл басының бастамасы ретінде бүгінгі елбасымыз мемлекетіміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бекітуімен 15 наурыз бүгін қайырымдылық мерекесі Наурызнама бойынша болып жатыр. Бүгін міне Шығыс Қазақстан облысының діни бірлестіктері басшыларының клубы бірлесіп осы Таврия ауылында орналасқан хоспис мекемесіне келіп отырмыз. Енді жалпы мына қандай дін болмасын, дін бірлікке, адамды мейірімділікке, жақсылыққа, берекеге шақырады. Сондықтан бүгін осы жерде жатқан жаңағы азаматтарымызға кішігірім болса да осы наурыздың алдында көңілдерін көтерейік деп, әрине міне қазір қасиетті Рамазан айында жақсылық жасауда жарысыңдар деген Құранның аятына амал етіп осы жерге келіп отырмыз. Алла елімізді, халқымызды жақсылық пен берекетте болуын нәсіп етсін. Қайырымдылық қоры енді осы келіп жатқан азаматтарға жаңа діни басқарманың қолдауымен осындай біздің жатқан ақсақалдар мен әжелерге көмектестіргеніне көп алғысымызды айтамыз, рахметімізді айтамыз.